Атана білмейтін қателіктер. Тәрбие, кен мағынасымен алғанда, қандай да бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Мағжан Жұмабаев. Атананың ең үлкен жауапкершілігі баласының сабақ үлгерімін қадағалауы. Атана болу өмірдегі ең пайдалы және қанағат таптырарлық тәжірибенің бірі болуы мүмкін. Бірақ бұл атана болу оңай екен дегенді білдірмейді. Бала қанша жасқа келсе де, атананың ұрпақ алдындағы жауапкершілігі таусылмайды. Атана рөлі адамға өмір бойы бас тарта алмайтын және тастап кете алмайтын жауапкершілік жүктейді. Барлық атана баласының дені сау және бақытты өмір сүргенін, ең жақсы жағдай мен шарттарда өсіп жетілгенін қалайды. Әсіресе қауіпсіз және сенімді ортада болуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Дегенмен көпшілік бұл мақсатқа қалай жетуге болатынын білмейді. Көп атана осы мақсатқа жетудің ең төте жолы баланың жақсы бір мамандық иесі болуын қамтамасыз ету деп есептейді. Жақсы мамандық иесі болу адамның жақсы табыс табуына, дұрыс отбасын құруына және абыройлы, беделді адам болуына себепкер болады. Солай бола тұра, атана баласын осы мақсатта қолдау үшін бүкіл күш қайратын жұмсамайды. Себебі олардың не істеу керек екендігі белгілі. Жақсы мамандық иесі болу, жақсы білім алу деген сөз. Баланың біліміне қаншалықты мән беріп жатырмыз? Баланың сабағын қадағалау, оқуда озат боп, мектепте жетістікке жетуі үшін бар жағдайды жасау, атананың барлық міндеттерін қамтитын жауапкершілік болмақ. Сондықтан осы жауапкершілікті дұрыс орындағанда, атананың жүрегі тыныштық тауып, балалары көзі тірісінде оларға алғыстарын айтып, өмір сүріп жатқан қоғамы оларға осындай ұрпақ тәрбиелегені үшін үлгілі атана ретінде қарайтын болады. Осыны ұғынған сәттен бастап, баланың мектептегі сабағын қадағалау, атананың баласымен орнатқан қарым-қатынасының сыртқы формасына айналып, баласының мектептегі жетістікке жетуіне бар күшін сарп етеді. Бұл атананың ойы. Алайда, атананың мұндай ой-пікірі мен зерттеу нәтижелері бір-біріне қайшы. Зерттеулер көрсеткендей, бақыт пен академиялық жетістік бір-біріне ұқсамайтын мүлдем бөлек нәрсе. Бірде-бір зерттеуде адам неғұрлым табысты болса, соғұрлым бақытты болады деген қорытынды жасалмаған. Зерттеулер ересектердің өмірге қанағаттанып, риза болуында, әсіресе эмоцияларын басқарып, оларды өз мақсаты үшін пайдаланып қадағалаудың айтарлықтай тиімді екенін қуаттайды. Бір сөзбен айтқанда, дамытуға болатын эмоционалды интеллектті осы бағытта пайдалану, өмірдегі тыныштықты арттырады деуге болады. Бұған қол жеткізудің жолы атана баласының эмоционалдық интеллектін дамытса мүмкін болмақ. Негізі атананың жауапкершілігі біреу ғана емес, көптеген жауапкершілігі бар. Сол үшін баланың сабағын қадағалау және тиісінше мектепте жетістікке жетуіне жағдай жасау осы жауапкершіліктердің бірі ғана. Жақсы атана баласын араласып құраласатын, бүкіл адам алдында жауапты екенін сезінетіндей етіп тәрбиелеуге тырысуы керек. Баласы жақсы ұл, жақсы азамат, жақсы адам болуы тиіс. Оны дені сау, адамгершілігі мол, қарым-қатынас жасау қабілеті жоғары, қоғамға пайдалы, сырт келбеті мен ішкі дүниесі бірдей үйлесімді, яки өнімді тұлға етіп тәрбиелеуге тырысуы керек. Атана деген кезде, ең алдымен осы міндеттер ойға оралады. Баланың оқу үлгерімі жақсы болуда оның жауапкершіліктерінің бірі. Бірақ жоғарыда аталған жауапкершіліктерді негізге алатын болсақ, баланың оқу үлгерімінің жоғары болуы ең төменгі деңгейдегі жауапкершілік болмақ.
Аталмыш мақсаттардың барлығына қол жеткізуі үшін баласын сүйіспеншілікке бөлеп, жауапкершілікті сезінуді үйретіп, тәртіпті адам етіп, шекараны белгілеу қабілетін үйрету керек. Ата-ана баласының эмоционалдық интеллектін арттыру үшін осыларды орындаған кезде олар сөзсіз академиялық жетістігі жоғары адам болады. Баланы сүю, оның құнды және маңызды адам екенін сезіндіру болмақ. Ал оның бойында жауапкершілік сезімін қалыптастыру, өз міндеттерін тиісінше орындау әдетін қалыптастыруды білдіреді. Өзіне деген сенімді қалыптастыратын бұл аспект, әсіресе оқуда жетістікке жетудің кілті. Үйдегі тәртіп бұл отбасылық құндылықтар. Ортақ түсінік пен ұстанымдарға сай жасалуы керек және жасалмауға тиіс іс-әрекеттер мен қатынасты қамтитын жүйе. Шекараны белгілеу бұл үйдегі жеке адамдарға тән рөл. Ата-ана мұны баласына үйретеді. Өзін ешкім жақсы көрмейді деп өскен бала, болашақта психикалық ауруға душар болуы әбден мүмкін. Жауапкершілік сезімі қалыптаспаған адам, достықтан кәсіби табысқа жетуге дейінгі түрлі қарым-қатынаста көп қиындыққа тап болады. Баланың көркем мінезді болуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі – тәртіп. Өзінің шегі мен орнын білетін бала өзін басқаруды біледі, шешім қабылдауды және өз іс-әрекеттерінің жауапкершілігін мойнына алуды үйренеді, өзара сыйластықты түсінеді. Бала алдында осындай жауапкершіліктері, міндеттері барынан бейхабар немесе хабардар болса да, немқұрайлы қарайтын ата-ана мектептегі сабақ мәселесіне келгенде оны қатты қадағалайды. Мысалы, ұлы немесе қызы мектептен келе сала, оны қайтадан партаға отырғызып, көп уақыт бойы сабақ оқығанын қалайды. Оның сабақтарын тексереді. Егер ұлы немесе қызы қалағанындай нәтиже көрсетпесе, жақсылап ұрсып алады. Таңертең ерте тұрып, баланы мектепке дайындайды. Мектепке өзі апарады. Мұғалімдермен сөйлесіп, оқудағы жетістігін күнделікті қадағалап отырады. Баласының сыныптың тіпті мектептің ең үздігі болуы үшін қосымша сабақтар мен курстарға береді. Ата-ана баласының біліктілігін көрсететін дипломды ғана басты мақсат етіп қоюы қазіргі өмірдің ықпалынан. Қазіргі модерн өмір ақшасы, көлігі, үйі, жақсы жұмысы бар адамды адекватты адам деп санайды. Ал бұлардың барлығы оқудағы жетістікке тікелей байланысты. Алайда баласымен тек қана сабақ туралы сөйлесетін ата-ананы перзенті тек төзімсіз мұғалім ретінде қабылдайды. Бұлай қабылдау баладағы ата-ана танымын бұзады. Ата-анасымен қарым-қатынасы бұзылған бала кейін күрмеуі шешілмейтін проблемалармен оңаша қалып қояды. Ал бұл қатынас көп психологиялық проблемаларды тудырады. Ата-ана ретінде баланың алдындағы ең басты міндетін баласының оқуын, яғни сабағын қадағалау деп санайтын ата-ананың жасайтын қателіктерінің бірі балаларынан олардың шама-шарқы жетпейтін жетістік күту болмақ. Мотивациясы жоғары ата-аналар баласының мектепте өздері күткенінде жетістікке жеткенін қалайды. Негізі бұл өте ауыр талап. Өйткені мұндай талап ешқашан азаймайды. Керісінше, үнемі артып отырады. Сондықтан бала ешқашан отбасы күткендей табысқа жетіп, оларды қуанта алмайды. Сөйтіп отбасының оған көңілі толмайды. Бұл баланың өзіне көңілі толмай, жеткіліксіз санауына ықпал етеді. Қазір мектептің оқу бағдарламасы қайта жасалуда. Қоғамға пайдалы, адамгершілігі мол, өзгелермен тіл табыса алатын адамдар жетілдіруге және эмоционалды интеллектті дамытуға бағытталған еңбектер жасалынуда. Расын айтқанда, мектептер көбіне балалардың оқу немесе жазу жылдамдығы немесе есептеу қабілетінен гөрі балалардың адамға және өздеріне қалай қарау қажетімен айналысады.
яғни ата-ана міндеттердің бірі деп санамаған жайттар тәрбиенің бір бөлігіне айналды. Мұндай жаңа өзгерістер адамзаттың барлық проблемаларын барынша азайтады деп үміттенуімізге себеп болмақ.